Алдында бір кісі айтады, ұстаз, мен асықпай, жаңа ауыз ашатын жерге кішкене пробка болған ба, көше жабылып, алдында су болып, мен кешігіп қалдым, мен кешігіп ашып жатырмын, ештеңке емес па дейді. Жоқ, ештеңке емес. Ta'jilul асығу ва ta'khirus suhur, және де сухурды түбіне кеп тіреу да, таң намазының уақытына кеп кіріп кешіктіру. Ауыз ашарды асығу да, кірген кезде ашу. Ал сәресін ішіп ап, 12-де 1-де сәресін ішіп ап, жатап ұйықтап қалу деген болмайды. Сол сәресін әкеп тіреу, жаңа 5-те мысалы, бүгін 5-ке 10 қалғанда мысалы бекітті ме, соған әкеліп тіреп, жауы сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Лиқаули саллаллаху алейхи вассалам, Пайғамбар өткен хадисі бар, тасаххару, сәресін ішіндер, өйткені сәресінде берекет бар дейді. Және де жаңағы асығуға байланысты ауыз ашарға Пайғамбарымыздың адамдар жақсылықта бола береді, қашан олар ауыз ашарға асығуды тоқтатпаса дейді. Тағы да Алла Тағаланың сөзі бар, хадисте келетін, ахаббу ибади илайя а'джалухум фитра. Ауыз ашарға асыққан адамдар маған ең сүйікті құлдарымның арасындағы дейді. Құлдарымның арасындағы адамдардың ішінде ауыз ашарға асыққандар. Олар маған ең сүйкімділер деген келеді хадисте. Осындай хадистер, тағы хадис. Ла язалу дину захиран ма аджалу насал фитра лианна лияхуда ван насара юаххирун дейді. Адамдардың, біздің дініміз көрініп, үстем болып тұра береді, адамдар ауыз ашарға асыққанға дейін дейді. Өйткені яхуди, насранилар, олардың оразасында ондай асығу деген жоқ дейді. Біздің дініміз, ол тек қана біздің ішімізде қалып қоймайды, ол біздің амалымызда да әрдайым көрсетіліп жүреді екен, иншалла.